Қайырлы күн, құрметті көрермендер. 4 наурыз күні сағат 11:22-де Алматы қаласында 5 балдық жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстікке қарай 31 шақырым жерде Қазақстан аумағында орналасқан. Жер сілкінісінің энергетикалық класы 13,2, магнитудасы 6,1, тереңдігі 10 километр. Алматыдағы жер сілкінісінің салдарынан ғимараттың әйнегі сынған. Кардиология ғылыми зерттеу институтының дәрігерлері төтенше жағдайға қарамастан олар науқасты құтқару үшін жұмыс орындарында қалған. Алматы қаласындағы оқушылар мен бақшадағы балалар үйлеріне қайтарылды. Алматы халқы жер сілкінісінің қайталануынан қорқып қауіпсіз аймаққа тарауда. Оқушылар мен балалар үйлеріне жіберілді. Көп қабатты үйдегілер туған туыстарына қаладан шығып кету қамында. Алматыда тағы да жер сілкінісінің афтершогі қайталану қаупі бар. Бұл туралы Нұрлан Атығаев мәлімдеді. Қала әкімі Ербол Досаевтың басшылығымен жедел штаб құрылды. Қазір афтершоктар қайталануы бойынша қауіп сақталады. Құрметті тұрғындар мен қонақтар, дүрбелеңге салынбай, қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұраймыз, деді ведомство басшысы. Сейсмологиялық бақылау және зерттеу ұлттық ғылыми орталығының сейсмикалық станцияларының желісіндегі ақпарат өңделуде. Эпицентр мен сезгіштігі туралы мәлімет нақтыланып жатыр. Өзара іс-қимыл алгоритміне сәйкес тиісті мемлекеттік органдарға хабарланды. Полиция департаментінің жедел кезекшісіне ақпарат жеткізілді. Қаланың ғимараттары мен құрылыстарын қирау, бүліну, мәніне көзбен шолып қарау туралы ақпарат жинау үшін қираудың болуына, тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінің жұмыс істеуіне мониторинг жүргізіліп жатыр.